Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл Айтайық подкастының кезекті шығарылымы. Және бізде бүгін қонақта өте қызықты және көрермендерге маңызды болатын қонақ. Бұл кісі бізде дәрігер, әке, мектебіміздің ата-анасы Дастан Немаджанович. Қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыздар ма? Біріншіден сізге алғыс айтқымыз келеді осы сұхбатқа келуге келісім бергеніңізге, өзіңіздің уақыт кестеңізден бізге уақыт тапқаныңызға көп рахмет. Сізді шақырған себебіміз, тақырыпты да көрдіңіз, салауатты ұрпақ, саналы қоғам тақырыбы, яғни ұлттың сау болуы, оның ішінде біздің қазіргі тәрбиелеп отырған сізбен біздің ұрпағымыздың сау болуы өте маңызды. Сондықтан бізге сізден маман ретінде, әке ретінде сізден құнды кеңес аламыз деп ойлаймыз. Сол ендеше сұхбатымызды бастасақ. Сізді енді аты жөніңізді таныстырдым, дәрігер екеніңізді айттым. Енді толығырақ өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Мен осы облыста дәрігер маман ретінде балалардың педиатр саласында жұмыс істеймін. Балалардың педиатры деп айтсақ болады. Бұл мамандықты көпшілік біле бермейді. Қазір тыңдармандардың өзі де естіп қандай врач деп айтатын шығар, соған толықтай айтып кетсем. Фтизиопедиатр деген дәрігер, ол балалардың жаңағы туылған кездегі алатын туберкулезге қарсы вакцинасынан бастап 15 жасқа дейін жылда алып тұратын манту сынамаларына қарайтын, флюорасына қарайтын врач деп айтсақ болады. Жақсы, бұл өте маңызды саланың бірі деп ойлаймын. Қазір өйткені ата-аналарға да осы манту тақырыбы да өте қызық, қазір қоғамда қызу талқыға салынып жүрген тақырыптардың бірі. Енді қазір біз балалардың денсаулығына алдымен тоқталып өтсек, ата-ана баланың денсаулығы үшін ең алдымен туған күннен бастап қандай жаңағы әдеттер қалыптастыру керек, үйде не сақтау керек, соны айтып өтсеңіз. Біріншіден баланың жаңағы туылуынан бастап, жаңағы айтып өткенімдей, баланың туылған кездегі перзентханадан бастап алатын прививкалары дейміз ғой, иммунизациясы дейміз, соған қатты көңіл бөлу керек. Кейбір ата-аналардан естіп жатамыз енді бас тарту. Солардан бас тартпау. Өйткені оның қаншалықты қажетті екенін көп ата-ана түсіне бермейді. Енді бүкіл ата-ананы жиналыс өткізіп түсіндіргенмен кейбіреулер түсіне қоймайды, кейбіреулердің уақыты болмайды, келмейді. Сол жерден бастап бүкіл ауруларға, прививка деген нәрсе ауруға қарсы ем қабылдап алу басында, сол прививкалардан алу. Енді баланың өсуінде балалардың әр бала өзі нормада дейміз ғой, доношенный болып туыла бермейді. Кейбіреулері витамин жетіспеушілігімен туылады. Неге дегенде мамасының жаңағы ішінде кезінде жетіспеушілігімен туылған балаларға бірінші соған көңіл бөлу керек. Балалардың витаминға толық болуы организмдегі әрбір витаминнің. И соған байланысты бала өсуі, нерв талшықтарының қалыптасуы, баланың әрбір енді орысша айтқанда мимикасының қалыптасуы соған байланысты. Енді сол жастан бастап айтып кететін болсақ, жалпылама айтатын болсақ, бала уже 3 айға толғандағы дәрігер көрігіне обязательно мамасының алып баруы, сол 3 айдан, 1 айдан, 2 ай, 3 ай, 3 айға толған кездегі прививкаларынан да кейбіреулері отказ беріп жатады. Неге дегенде жаңа айтқандай олардың не үшін алынып жатқанын түсінбейді. Соларды қадағалау, неге дегенде өздерінің қазір әрбір мекенжай бойынша жанұялық дейміз ғой, семейный врачтары бар. Солардан кеңес алу. Кейбіреулері интернет желісінен қарайды. Көпшілік ата-ана қазір, көпшілік болғанда бір 40-50% ата-ана ол интернет желісінен қарап информация алады. Ешқашан мамандарға барып кеңес алмайды.
Иә, соны айтайын дегенім, сол дәрігерлердің кеңесіне жүгіну керек. Олар сол кісілер айтуымен істеу керек барлық прививкаларын алу, баланың тамақтануы дейміз, өсуі дейміз, қандай анализдер тапсыру керек екенін көпшілік ата-аналар тағы да сол интернет желісінен или болмаса дәрігер емес басқа біреулерден естіп барып айтып жатады. Өзімізге де келіп жатады, бұл ондай екен, мынау мынандай екен, біз алмаймыз, бұны алғаннан кейін осындай болып қапты біреудің баласы деп соларды салыстырып отырады. Бұл әрқайсысы, как былай айтқанда, индивидуальный жағдай. Соған жалпылама айтқанда тек дәрігердің көмегіне жүгініп баланы қадағалау керек. Өйткені әр бала әртүрлі болып, туылуы да әртүрлі болады, даже весі де әртүрлі, бойы да әртүрлі деген сияқты. Жақсы. Тек қана мамандарға жүгінген дұрыс. Жақсы. Енді мынандай сұрақ қойсам сізге, қазіргі балалардың денсаулығына қатысты қандай басты проблемалар көп қазір денсаулықта мысалы болып жатқан? Балалардың денсаулығына қатысты айтатын болсақ, қазір балалардың аурушаңдығы жоғары. Барлық біздің өңірлерде, Қазақстанның бүкіл өңірлерінде қазір ковид деді, қазір ковидтен кейін тағы интернет желісінде таралып жатқан видеолар бар. Ауру жөтелдің тоқтамауы деп айтып жатады кейбіреулері. Денсаулығына ата-ана жағынан қазір, мен қазір сізге айтайын, как не врач, но ата-ана сияқты, мен сізге ата-ана ретінде айтатын болсам. Екі рөлде де айтамыз. Соны қазір сіз сұрақ қойғаныңызда жаңағы как ата-ана ретінде или как врач ретінде екі ойлы болды. Ата-ана ретінде қарайтын болсақ, баланың қазір кейбіреулері, например, садикке барады, мектепке келеді. Сол аралықта баланың сіздерге, например, мектепке алып келгеннен кейін баланы біз айтамыз, дені сау болып кіреді. И кейбір ата-аналар қолы бос емес, кішкене жөтеліп жатса да енді басқа амал жоқтан мектепке или садикке тастап кетеді. Біріншіден, бұл балалардың ауруы контакттан, біреуінен біреуі жұқтырудан таралады ауру деген сияқты. Солардың алдын алу, баланың иммунитетіне қарау. Баланың иммунитетіне қарау дегенде кейбіреулер жиі ауыратын балалар болады ғой. Вот соларды дұрыстап қарату керек. Балаларды жаңағы ата-аналары дұрыстап қаратып, жеткіліксіз анализдерін тапсырады, например, гемоглобині аз деп врач емес ата-аналарды айтуы мүмкін. Менің балам иммунитет төмен, өйткені гемоглобин төмен. Значит, соны қарату керек. Часто ауыратын балалардан қасындағы класстастарына, например, жұғады. Соған бірінші көңіл аудару керек ата-аналар. Даже врач болмаса да ата-ана ретінде сол баласының неге менің балам жиі ауырады. Кейбіреулер айтады, менің балам аптасына 3 рет барады, 2 рет үйде отырады, справка ашады. Соны жаңағы педиатрмен кеңес алу керек барып. Осылай біздің баламыз жиі ауыра береді. Осыны тексеріп, керекті мамандарға көрсету керек деген сияқты. Ал бізде не істейміз? Справка ашты, ата-анасы жұмысқа кетіп қалды. Үйде отырады. Неге дегенде барлығымыз жұмыс істейміз. Конечно, енді біреу дәрігер болса, біреу, например, шахтер. Жұмысқа бару керек, үйде отыру керек бала. Оның лечениясы дұрыс келді ма, дұрыс келмеді ма, врач назначить еткен нәрсені бірінші, екінші күні әсері болмаса, оны ауыстыру керек. Индивидуальный подход болмайды қазіргі балаларда. Сол үшін соңына дейін емделмейді да бала. Например, дәрігер айтады, осыны 5 күн аласыңдар. 5-ші күні болды, бітті деп мектепке қайтадан әкеп тастай салады. Оны 2-ші, 3-ші күні қайтадан врач көрігіне барып, эффект қалай болып отыр леченияның деген сияқты. Сол нәрселерге көңіл көп аудара бермейді ата-аналар. Мен өзімде ата-ана ретінде енді баламды жаңағы врач көрігіне апармаймын ғой, енді үйде өзім қараймын. Енді
бүткіл ата ана врач емес қой, ол Иә. үйде әр күнде баланы қарап қадағалап отыра алмайды. Иә. Алып жатқан емін болсын, тамағына қарап отыратын ата аналар аздау. Яғни қазіргі сонда проблема ол балалардың иммунитеттері төмен ба? Иммунитеттері да төмен. Бұны қалай шешуге болады балаларға? Жалпы былай дәрігерге жүгінбей, ата ана өзі не істей алады осы иммунитетті жақсарту үшін үй жағдайында, мысалы? Әрбір ата ананың, конечно, сол әрбір ата ананың қолынан келетін жағдай күнделікті привычка дейміз ғой, андай әдетке айналдыру керек, что баланың не только баланың, сол семьяда, отбасындағы әрбір адамның чтобы ерте ұйықтауы. Былай айтқанда, қазір ерте сағат кешкі 9-ға дейін балаларды ұйқыға жатқызу керек деп айтамыз. Оның астарында көп не жатыр, тақырыптары. Ол баланың өсуі, дамуы, иммунитетінің түсіп кетуі дейміз. Кейбір ата-аналарға айтамыз, если балаңыз ерте жатпаса, ожирение пайда болады десек, айтады, менің балам нормада дейді денесі. Бұл ожирениеға алып келуі, ол қазір емес, ол бала өскеннен кейін иммунитеттің дұрыс болуына қадағалау бірінші үй жағдайында ұйқыға дұрыс жатқызу. Сосын ұйқыда уақытылы жатқан бала, например, ертесіне уақытылы тұрады, демалыста болсын, мектепте болсын, сабағын дұрыс оқиды, тамағын. Сосын біз айтамыз, иммунитетті орнына келтіру үшін баланың күнделікті 4 рет тамақтандыру деп айтамыз. Әр 4,5-5 сағатта баланы тамақтандыру. Баланың қарны аш қалмау керек деп айтамыз. Енді ертесіне сағат 12-де тұрған бала әр 4 сағатта тамақтана алмайды. Ертесіне ерте тұрған бала ғана тамақтана алады, 4-5 рет деген сияқты. Дәрумен дұрыс алмайды, сонда кеш тұрса. Өйткені бала ұйықтағанды өседі деп айтамыз. Оны врач емес адамда былай айтып отырады, например, бір-бірімен сөйлескенде адамдар айтады, балалар ұйықтағанды өседі екен деп айтады. Ол ұйықтағанда жаңағы өсу гормонының деп айтамыз ғой, өсу гормонының бала ұйықтағаннан кейін 3 сағаттан кейін, например, сол гормоны бөлінеді баладан. Түнгі ұйқыда ма? Түнгі ұйқыда. 9-да ұйықтаса, значит 12:30-да бөлінетін болса, значит оған пайдасы бар. Если бала 3-те 2-де ұйықтайтын болса, таңертең тұрады уже деген сияқты. Сол кезде уже ол гормон бөлінбейді. И баланың иммунитеті сол жерден бастап ақсайды. Түсе бастайды. Если сол жерден ұйқыдан дұрыс режимге алып келетін болсақ балаларды, и сол жерде уже бала уже ертесіне тұрғаннан кейін бала сол нәрсені күнделікті әдетке айналдырады. Ерте ұйықтайды, ерте тұрады, уақытылы тамақтанады деген сияқты. Енді ерте тұрған баланы дұрыс тамақтандыру енді біздің қолымызда. 4 реттік тамақтандыру, олардың арасында көкөніс, ет болуын қадағалау. Қазіргі балаларда көбінесе біз ата-аналар жоқ деуді білмейміз. Жоқ, саған бұл болмайды деген сөзді айта алмаймыз. Бізде үйреткенде осы сабақта бізде енді оқыған кезімізде айтатын үлкен кісілер, менің де балам бар, бірақ мен де осы нәрсені білмеймін. Балама жоқ деп айтуды білмеймін. Біз жоқ деп айтуды үйренуіміз керек біріншіден. Яғни ең маңызды ата-аналар тарапынан бұл күн тәртібі дейсіз. Баланың ең бірінші денсаулығына ол, яғни ұйқы, дұрыс уақытылы ұйықтау. Уақытылы тұру, уақытылы ұйықтау. Сол жерден бастап дұрыс тамақ. Енді айта берсек, уақыт точно жетпейді. Терең, бұл тақырып үлкен тақырып, бірақ маңызды дейсіз, бірақ бұл. Үй жағдайында енді сол алып келеді. Енді қазір айтамыз ғой, иммунитетті көтеруге витаминдер деп айтатын болсақ, әрбір беретін қазір витаминіміздің өзінің
пайдасы да бар, зияны да болады. Иә, осы тақырыпты да мен сізден өзімде енді ана болған соң сұрағым келіп отыр. Қазір біз шынымен де дүкендердің бәрінде толған баттар, дәрумендер, және оны кейде байқаймын, өзімізде кейде біреу алса алғымыз келіп, ана маркетинг дейміз ғой. Соны мен де бірде естідім, тіпті қатты осы түріктерді айтып жатыр екен, иә, бізде Қазақстанда осы қатты маркетингтің құрбандары тіпті дәрігермен кеңеспей алып жатады. Бұл қалай ойлайсыз? Осы туралы, осы тақырып туралы ата-аналарға кеңес айта өтсеңіз, дәрумендер туралы. Енді бұл осы сұрақты, енді именно осы сұрақты болғанда осындай сұрақты қояды. Например, сіз пациент болып келдіңіз, иә, маған пациент пен врач екеуміз отырмыз, сіз маған сұрақ қойдыңыз. Доктор, осы менің организмімде химикаттар көбейіп кетті. Енді соны химикаттардан, бүкіл сол керексіз заттардан организмді тазалау үшін таблетка бар ма, емі бар ма деп сұраған сияқты айтып тұрсыз, ше? Мен сізге, иә, осы дәріні ішсеңіз, осы организміңіз тазарады десем, химикат организмнан жаңа шлактарды химикат тазалау үшін берілетін дәрінің өзі химикат. Енді сіз айтып жатқан жаңағы БАДы, жаңағы фирмалық витаминдер балаға пайдасы жоқ емес, оның пайдасы бар, конечно. Но пайдасыдан бұрын оның кері әсерлері болады. Енді мен врач болғанымен, менде ата-анамын, ше? Менде балам бар, менде сол нәрсені алып бергім келеді. Сіз айтып жатқан маркетинг, иә, барып қарасаң, көп әртүрлі формада қызықтырып істеп қойған. Таблетка түрін жаңағы балалар іше алмайды, сұйық түрі бар, мармелад түрінде істеп қойған. Олардың, например, айтайлық витаминді, желатин түрінде істеп қойған, как мармелад сияқты, мишка сияқты істеп қойған. Соны бала ішеді, витаминді, конечно, ол көтеріледі балада. Енді біз соны беріп, параллельно асқазанын құртамыз баланың. Неге дегенде ол желатин баланың асқазанында тез қорыта қоймайды. Баланың асқазанында көп уақыт қалып кеткен әрқандай зат, ол кері әсерін тигізеді. Бірақ D3 енді маңызды, сонда ол... Вот, көрдіңіз бе, D3 сізге врач назначить етті, сіз балаңызға бардыңыз, сондай витамин D3 алып бердіңіз. Неге сіз жұмыс істейсіз, таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейсіз, балаңызды жаңағы күннің астында қыдыртуға уақытыңыз жоқ, көрдіңіз бе? Значит, сіз содан басқа амалыңыз жоқ, соны алып беруден басқа амалыңыз жоқ. Қазір бұрында болатын, енді сіз, мен бұрын оқыған кездерімізде лагерь деген болатын, қазір де бар шығар, енді ол ақылы болып кетті, платный болып кетті, частный собственность өтіп кетті. Бұрында жаңағы көпбалалы отбасы солар ғана бара алады, немесе мектептегілерге. Бұрын жаппай баратын, класс бойынша, енді бізге апайларымыз айтатын, жақсы оқысаң барасың деген сияқты. Лагерьде оның бір жақсы жері, ол жерде нормативпен жазылған тамақ ішу, бүгін не тамақ ішеді, қандай сабақтарды оқу керек бүгін деген сияқты. И оларда күнделікті таңертең тағы да бағанағы айтқан режим түсіреді сол жерде. Қатаң түрде. Ол жерде күнделікті көшеге шығып ойнайды олар. Даладан алады. Бұл жерде үйде отыр, или болмаса сабаққа бару керек бұл жерде. Ал сонда жаңағы дәрумендерге оралайық. Демек, дәрумендерді дәрігерге барып, тағы да анализ тапсыру солай алу керек па, әлде дәрігер айтқан аптекадан алу керек па, тек сонда кішкене. Мен де кішкене сұрақ, сондай сұрақтар көп деп ойлаймын, барлық ата-аналарда. Әрбір біздегі дәрумендер, витаминдер деп айтамыз, витаминдер біздің күнделікті сол тамақтымыздан алынады, витамин D-ны, витамин С, витамин А бүкілін біз күнделікті қолданатын тамақтан алады. Жаңағы айтқаным тамақтануына, 4 реттік тамақтануына көңіл бөлу, ол соның составында, құрамындағы
бар заттарға көңіл бөлу керек. Сол баланың жеген тамағында сол витаминдердің барына көз жеткізіп, солай қадағалап отыру керек. Например, сіз бүгін бердіңіз, жақсы, как норматив бойынша тамақ бердіңіз, ал керісінше сол күні кешке или түстен кейін газированный бір кола ішіріп қойдыңыз, сол сіз берген тамақтың күшін жояды. Сол газированный, біз фастфуд береміз, чипсы жейді қазір балалар. Сол организмдағы жиналған қорды жойып қояды. Бізде осы балада болсын, үлкендерде болсын, бізде как запас дейді, қор жиналады организмда. Энергия қоры деп айтады. Сол жерде жиналған қорды осы жояды. Химиялық заттар деп айтамыз, например, осы коланы қаншама химияға араластырып істеген, коланы часто ішеді, чипс еді, жейді. Соларды қадағалау керек. Демек, сонда бұл әңгімеміздің түйіні бірден дүкеннен барып, дәріханадан емес, сонда тамақты сондай дәрумен алған дұрыс па, әлде тамақтан алған дұрыс? Тамақтан алған дұрыс. Өте сол ең пайдалысы. Ең пайдалысы, тамақты енді натуральный деп айтамыз ғой. Табиғи тамақтардан алынады ол, Жақсы, көп рахмет. Бұл ойлаймын, көп ата-аналардың ойында жүрген сұрақтар. Демек, бірден дәріханаға емес, тамақтан, ең жақсы дәрумен демек тамақтан. Тамақтан. Құнарлы тамақтан. Құнарлы тамақтан балаға. Жақсы. Баланың дұрыс тамақтану туралы да негізі айтып өттік, бірақ дегенмен де тағы да баланың рационында қандай тамақтар болғаны дұрыс? Баланың рационында тамақтың жаңағы 4 реттік тамақтануында болатыны көкөністер біріншіден, екіншіден сливочный масло дейміз ғой, сол майдың болуы, сосын ет өнімінің сол малдың, тауықтың дейді, сол еттің болуы. Енді кейбіреулерге айтатын болсақ, ертесіне қайттан келеді да бізге айтады, менің өзімнің практикамда часто болатын нәрсе, менің балам ет жемейді деп айтады. Қазір, например, сіздің де балаңызда сондай бар шығар, бала ет жемейді. Олар ондай балалар көп. Неге дегенде, ол баланың рационына айтады, міне мен қосып қойдым. Сіз айтқан көкөніс те бар, ет те бар дейді. Енді бала жемесе не істейміз? Ол қазіргі енді 21-ші ғасыр барлықтарында Құдайға шүкір жағдайлары жақсы ғой, бұрынғыдай жетіспеушілік жоқ. Қазір врачқа барып кеңес алғанда, врач айтқан әрбір затты сатып алуға құрбысы жетеді әрбір ата-ананың, но сатып алып бергенмен бала жемейтін балалар көп. Өйткені менің өзімнің баламда ет жемейді. Ол ет жемеу сол баланың гемоглобин дейміз ғой, әрбір ата-ана біледі оны, например, сізде гемоглобин тапсырасыз, бірақ жаңағы нормада 125-130 болып тұрады. Айтады, қайттан келеді, доктор, сіз гемоглобин төмен деп айтқан едіңіз. Біз не тапсырдық дейді. Норма шықты дейді. Не дейсіз? Гемоглобин былай жалпылама айтқанмен оның соны ұстап тұратын тағы элементтер болады. Сол элементтердің жетіспеушілігінен железа дефицитіне, темір жеткіліксіз анемия деп айтады, сол неге деп ойлайсыз? Балада, значит, темір жетіспейді балада. Железа дефицитіне анемия деп часто балаларда и 2 қабат әйелдерде айтады оны. Сол темір жеткіліксіз анемия болған кезде балаларда жаңағы тамақты дұрыс жемеу. Енді көпшілік ата-ананың жағдайы жетеді, соны бүкіл нәрсені алып береді, но соны соңына дейін жеткізбейді. Қазір мен бүкіл ата-аналарға, например, айтқанымен оны істейді да, осы нені деп айтатын болсақ, осы әңгімені тыңдағаннан кейін сол ата-ана 1 күн, 2 күн, 3 күн істейді да, оны жалғастырмайды.
ешкім оны жалғастыруға, енді ешкім емес жалғастыратындар бар, көпшілік жалғастырмайды. Осыны жалғастыру керек. Тоқтатпау керек. Бала қашан өз индивидуальный бір тұлға болғанша, бір 14-15 подростковый жасқа жеткенге шейін дейміз ғой, соны жалғастырып отыру керек. Тамақтануына, дәременге бай тамақтың беруіне. Қазір жылдан жылға әрбір баланың организмі слабый дейміз ғой, бір сондай болып туылып жатыр, жылдан жылға сондай. Аурушаңдық сол үшін жоғарылап кетіп бара жатыр. Өйткені сырттан кірген тамақтың, сырттан кірген жаңағы дейміз аптекадағы дәрілердің сырттан кіруі бізге жылдан жылға өзгеріп отырады. Например, әрбір салада айтады ғой, Қытайдан зат кіріп жатыр дейді. Киім болсын, не болсын, бүкілі сол жақтан. Соларды біз как тұтынушы ретінде аламыз и баламыздың денсаулығына көп әсер сол жақтан болады. Қазір сіздің тақырыбыңызды, например, салауатты ұрпақ, саналы қоғам дейміз ғой. Енді біз баламызды дұрыс өсуіне, дұрыс қалыптасуына әрекет жасай береміз да, но сол Қытайдан кірген тағам болсын, қазір етті де Қытай істеп шығарып отыр. Біз жаңағы сиырдың етін, например, қойдың етін алатын болсақ, олар дайын ет дайындап жатыр деген сияқты. Соны деген, айтайын дегенім, дені сау мама болса, әйел кісінің дені сау болса, ұрпақ та дені сау болады. Біз балаға ғана көңіл бөліп, бала туралы сөйлесіп отырмыз қазір. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Енді кішкене әке тақырыбына қарай ауыссақ, баланың психологиялық саулығына ата-ананың, әсіресе әкенің әсері қандай деп ойлайсыз? Әке ретінде жауап берсеңіз болады, маман ретінде де жауап берсеңіз болады. Яғни психологиялық дұрыс қалыптасу үшін балалар қазір ол жағынан да нетіп жатыр ғой, түрлі проблемалар шығып жатыр, қазір. Енді баланың психологиялық, физикалық дамуы бірге даму керек. Соған байланысты біз үйде баламызға пример ретінде көрінуіміз керек. Пример дегенде қалай? Біз өзіміз салауатты өмір салтын ұстану, жаңағы привычка дейміз, кейбіреулері көріп жатамыз, көшеде, көрші ретінде де көреміз көп кісілерді, өзін жаңағы қалай айтады, шегу, ішу, соларды балалардың қасында. Не тек ол өзінің баласы, ол біреудің баласының қасында да солай тұрады көпшілік көріп жатамыз. Сондай сол жерінен пример болып көріну керек балаға, что бала әкеге қарап өседі, ол бала, қыз бала мамаға қарап өседі деген сияқты. Балаға кейбіреулері айқайлап, бір затты істей алмаса, айқайлап сөйлеу. Сосын әрбір баланың ойлау қабілеті дейміз, білімі дейміз, әртүрлі болады. Сіз екеуміздің баламыз бір классқа баратын болса, сіздің балаңыз жақсы оқиды, менің балам нашар оқитын болса, мен сіздің балаңызды көріп, өзімнің балама айқайламауым керек. Соның баласы жақсы оқып жатыр, сен неге оқы? Ол, например, келесі жылы оған сондай қалыптасып, значит, ол жасынан бастап дұрыс қалыптаспаған, ол бала кештеу қалыптасып жатыр деген сөз. Сол үшін баланы біріншіден үйде дұрыс тәрбиелеу сол жағынан. Екіншіден баланың бос уақытын қалдырмау. Бос уақытын қалдырмау дегенде, жаңағы қазір не көп, кружоктар көп. Шахмат дейміз, шашка дейміз, бокс, карате көп. Сондай кружоктар бар. Сол жағына да беру. Значит, біз баланы сол жерге апарып жатырмыз ба? Біз сол жұмыстан, өзіміздің жұмысымыздан уақыт ажыратып, балаға көңіл бөліп жатырмыз деген сөз. Значит, дұрыс па? Сіздің балаңыз сағат 2-де каратеға баратын болса, или шахматқа баратын болса, папасы жұмыстан сұранып, сағат 2-де баласын алып апарып, каратеға апарып, бір сағат, 2 сағаттан кейін қайттан алып келіп,
үйге әкеліп тастап жатыр, иә. Значит, сол балаға көңіл бөліп жатыр деген сөз. Бала не істейді? Бала біздің бала болсын, үлкен болсын, сондай қалыптасқан ойлау қабілеті, бала көргенін істейді ғой, көреді да, менің папам или мамам маған көңіл бөліп жатыр деген сонда талпыныс болады. Сен оны істей алмайсың, сен қолыңнан келмейді дей берсек, значит, ол баланың қолынан келмейді, өмір бойы келмей өтіп кетеді. Баланы күнделікті істеген ісін қате болса да мақтап отыру керек, ықпайт етіп отыру керек қой баланы. Солай тәрбиелеу керек деп, как ата-ана ретінде солай айтамын. Енді врач ретінде, как денсаулығында параллельно алып жүру керек. Баланы балаңыз толық болса, например, каратеға беруге болмайды. Оның басқа сол жағынан қарау керек, дұрыс подбор жасау керек баланы берген кезде. Жақсы. Ал мынау стресс дейді ғой, қазіргі заманда ол да бар, иә, стресске бейім, өзіне андай буллингке тез андай өзіне қабылдайтын балалар ғой, психологиялық шамалы әлсіз балалар. Олардың ондай балалармен ата-аналар қандай жұмыс жасау керек жалпы? Тағы да маман енді білесіз ба, ол как ата-ана ретінде де даже маман ретінде де айтатын болсам, сол балалардағы не үшін солай қалыптасады, иә? Например, бұрынғы әжелеріміз айтқан мен өзім естімегенмін. Менің әжем, менің папамның мамасы ғой енді, сенің папаң осылай ренжіп бір бұрышта отырып қалатын еді, или ол сондай деген сөзді мен естімегенмін. Неге? Ол кезде ұялы телефондар, гаджеттер болмаған. Қазіргі балалардың солай істеуінің басты себебі ол ұялы телефондарды и круглосуточно біз енді күн бойы қосып қойған Wi-Fi-ымыздан ше. Неге? Өйткені ол жердегі жаңағы мультфильм болсын, бейнероликтердің барлығы ол сіз өзіңіз үйіңізде жасап оны қоймағансыз ғой ютубқа, ол шетелдіктердікі. Шетелдіктердің тәрбиесі басқашалау, иә. Например, балалары жаңағы ренжіп қалса, жаңағыдай үлкен адамдар сияқты сөйлесіп, неғылап кете береді, бала соны көреді. Олар ойлайды сондай. Например, сол гаджеттен көрген, интернеттен көрген бүкіл жаңағы картиналары сол балаға жаңа көргенін айтты істейді олар. Болды, соны көрді, өзіне қабылдап ала береді. Баланың тілі үйренуі, тілі шықпаған балаға соны беріп қойыңыз, иә, күнделікті, например, бір ағылшынша или орысша видеолар көрсе, бала, если сіздің тіліңізді тыңдамаса, значит, баланың тілі орысша шығады. Бұл мультиктен көріп олар. Сол сияқты ол бала көргенін бәрін содан істейді. Сол психикалық дамуы или баланың ауытқуы пайда болуы сол гаджеттерден. Бізге келетіні жаңағы баланың иммунитеті төмендеп кетті, бала дұрыс ұйықтай алмай жатыр, бала айқайлайды, как аутизм сияқты болып қалды. Көпшілік ортаға қосылса бала қорқады. Неге? Өйткені сол жерден көрген, ол мультиктен көрген нәрселері. Баланың сол телефоннан қазір 1 метр, даже 50 сантиметрге дейін телефонды алыс ұстамасаңыз, үлкендердің көзі ауырып кетеді. Жарты сағат отырсыз. Ал балалар бар 4-5 сағаттап отырады. Значит, басында айтқан ұйқының 9 сағат, ондай балалар 9 ұйықтамайды, значит. Ол бала 3-те, 4-те, таңға дейін телефонда отырады. Өйткені ата-ана күнделікті жұмыста, кешке келеді, тамақтанады, ұйықтайды, демалады. Ертесіне тағы жұмысқа бару керек. Значит, баламен жұмыс істемеді деген сөз ол. Баламен жұмыс істемеген ата-ана, значит, мені сол нәрседен қайтаратын адам жоқ деп, психикасына сондай нәрсе кіреді. И содан бастап балаға ешкім жоқ демейді, қой демейді, значит, баланың психикасы сол жерден өзгереді. И ол бала, енді көрдіңіз, бір-біріне жалғастырып айта берсек, ол бала мектепке келеді, ата-анасын тыңдамаған бала мұғалімді қайдан тыңдайды. Мұғалім тыңдамаған екен, ол оқымайды, оқымаған бала кете береді сол.
яғни осы жаңағы жақсы байланыстырдыңыз. Яғни стрессқа бейім бала ол темекі жаңағы дұрыс ұйықтамаған, гаджетте отырған, иә, ата-анасы яғни көңіл бөлмеген. Конечно, енді әрбір енді менің өзімнің практикамда болды. Мен өзім осы облыста жұмыс істеп жатқаныма 2 жылдай болып қалады енді. Өзім Қостанай облысында жұмыс істеп келгенмін. Қостанай облысында 5,5-6 жылдай жұмыс істегенмін. Сол кезде өзім врач болып таң қалған нәрсем, бір ата-ана маған баласын алып келді, мойны ауырып қалған. Мойны ауырып қалады, не болды деп сұрағанда баласы айтады, білмеймін, менің бөлмеме жүгіріп кірді, осы мойным ауырып тұр деп. Баланың сол мойнын рентген түсірген кезімізде баланың мойны шығып кеткен, омыртқасы шығып кеткен. Вывих болған. Сосын бала 8,5-9 жасқа жақын бала сөйлесе алады. Баланы травматологқа көрсетіп, дұрысталғаннан кейін сөйлесе, бала телефонында отырған 8 сағат. Қатып қалған ба? Бір темпте, бір положениеде отыра берген. Значит, сол бала сол күні травма алады, баланың бір көзі көрмей қалады. Бір көзі? Иә, бір көзі уже көрмейді. Аппақ нәрсе көріп тұрмын деп айтып отыр. Сол бала бір темпте отыра берген, бала тамақтанбаған, енді қозғалмаған, су ішпеген, тамақ ішпеген, көзі резко қимылдаған кезде мойын омыртқасы шығып кетті. Мен өзім врач болып таң қалған нәрсем сол жерде. Қараңыздар, ата-аналар көріп отырған оқушылар болса да, сіздерге қараңыздар, бұл кәдімгі сіздерге мәргер маман өзінің өмірлік тәжірибесінде кездескен жағдаймен бөлісіп жатыр. Яғни гаджетпен қолдану, көп қолдану, шектен тыс қолдану өте зиян екен, денсаулығы жағынан да сіздерге айтып жатыр. Яғни біз мектепте де бұл тақырыпты көп қозғаймыз, бұл тақырыпты негізі. Жақсы, ендеше мынандай келесі сұрақ бар. Бізді ата-аналардан бөлек оқушылар да көріп отыр. Сондықтан дені сау болып өсу үшін осы елге пайдасы тиетін, қоғамға пайдасы тиетін, яғни ақша дейік, байлық дейік, білім болса да, қанша жерден денсаулық болмаса, олардың ешқайсының бір тиынға пайдасы жоқ. Яғни бала дені сау болып өсу үшін қазірден бастап, осы оқушы кезінен бастап нені сақтау керек? Соған 5 кеңес берсеңіз. Енді одан көп болды. Енді балаларға дені сау болу үшін енді болашақта дұрыс, қалай дұрыс айтсақ болады, енді болашақта өз орнын табу үшін енді 5 кеңес, конечно, аз болады, кеңес деген көп. Енді әр жақты айтуға болады. Енді как ата-ана ретінде біріншіден, екіншіден как врач ретінде, дәрігер ретінде кеңесім осы тақырыпты, например, сіздерге ашып жаңағы халыққа жеткізуге жайдан жай берген жоқ, Значит, біз салауатты өмір салтын ұстануымыз керек, біріншіден. Ол салауатты өмір салты деген не? Біріншіден, енді осылардың барлығын құрастырып айтқанда, бірінші ата-ананы тыңдау. Неге? Бұл бағыт беретін біздің ата-анамыз, Ата-ана бұнар нәрсені же десе, например, біз жегіміз кемесе, айтамыз ғой, мен жегім келмейді. Значит, ата-анамыздың айтқанымен жүреміз. Ата-анамыз бізді осы бір 14-15 жасқа жеткізгенге шейін, мектепті бітіргенге дейін ата-анамыздың қарамағында боламыз. Сосын дәріс оқуға кетеді. Сол үшін біріншіден ата-ананы тыңдау. Ата-ана дұрыс тәрбиелеп жеткізу керек деген сияқты. Екіншіден, осы салауатты өмір салтында баланың жаңағы тәртібі, кішкене өзін тәртіпті балаларға қарап тәрбиелесе де, например, кейбір бір класста 10 бала болатын болса, соның 3-4-еуі тәртіпті бала болады. Даже оны
класста бүкілімізге айтатын мұғаліміміз. Мынау жақсы оқиды, мынау жаман оқиды деген сияқты. Енді сол жаман оқитын или тәртібі нашарлау болады кейбіреулердің. Солар тәртіпті балалардан өрнек алу. Кейбіреулер сабаққа келмейді, уже бір 7-8 классқа келгенде балалар кішкене активный бола бастайды, мұғалімге сөз қайтара бастайды деген сияқты. Енді бұл үкімет осы мектепті жайдан жай құрмағанша, мұғалімдер жайдан жай жүрген жоқ. Сол балаларды тәрбиелеу, балаларды оқыту, сол кішкене тәртібін дұрыстау керек дегенде мектепте поведение дейміз ғой, енді жүріс тұрысын дұрыстап алу. Енді жүріс тұрысы дұрысталғаннан кейін баланың дұрыс тамақтануы, жаңағы әрбір фастфудтарды, жаңағы не дейді, газированный нәрселерді, в общем айтқанда тамақтану, енді салауатты өмір салтында дұрыс жүре берсең, дұрыс тамақтанбасаң да болмайды, дұрыс тамақтану керек. Сосын келесі спортпен былай айтқанда жиі айналысу керек. Енді қазір бүкіл жақты қамтылған ғой мектеп деген. Дене шынықтыру сабағы бар, қазір құдайға шүкір залдар бар, таңертеңнен кешке дейін ашық. Даже қазір демалыс күндері де кружоктар өтіліп тұрады, волейбол, баскетбол, футбол деген сияқты бүкіл. Соларға балдардың қазір қыздарда, ұлдарда жаппай қатыса береді. Сол дене шынықтырумен, жаңағы спортпен жиі айналысу керек. Сосын қазір баланың денсаулығына қарап отырмыз, тамақтануына қарап отырмыз. Енді жаңағы бағана сіз сұрақ қойдыңыз, психикалық даму деп. Енді бұл жерде кітап оқумен баланың өзін өзі тәрбиелеу, баланың бірінші очақта кітап оқу. Кітапханаларыңыз бар, оны да жайдан жай ашып, сол жерде біреу жұмыс істеп жатыр. Значит, сол балаларды келіп оқысын деп, ол жерге кірсеңіз, көпшілік балалар интернеттен информация алады, көпшілік. Енді сол интернеттен, жаңағы гаджеттен зиянын айттық, енді оның кітап оқуына кеңес беретін едім. Сол кітап оқуымен баланың психикалық дамуы, өзін өзі тәрбиелеуі сол жерден алады. Жақсы, көп рахмет. Ең маңызды кеңестерді бердіңіз. Сол сізге көп рахмет. Бүгін өте ата-аналарға да, оқушыларға да, тіпті ұстаздарға да өте құнды ақпараттар айтылды. Сіздің айтқан кеңесіңізді тыңдаймыз, жүзеге асырамыз, соңына дейін нәтижеге дейін шығаруға тырысамыз деп ойлаймыз. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Салауатты ұрпақты сізбен біз бірге қалыптастырайық. Рахмет сізге де шақырғандарыңыз үшін. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, көп аяқтадық.